Бүгінде доллардың бағамы аспандағы айға ақырып кетті. Күннен күнге шарықтап барады. Теңгенің долларға шаққандағы бағамы 4,7%-ға, яғни 488,26-дан 511,22-ге дейін әлсіреді. Бұл бар салаға әсер етері сөзсіз. Доллардың тым қымбаттап, теңгенің құлдырауы зейнетақы саласына қалай әсер етпек? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны толық қарап шығыңыз. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы 2024 жылғы қарашадағы қазақстандықтардың зейнетақы активтерін басқарушылардың кірістілігін есептеді. Естеріңізге сала кетейік, есепті кезеңде Қазақстан ұлттық банкінің ресми күнделікті бағамдарын қадағалайтын болсақ, теңгенің долларға шаққандағы бағамы 4,7%-ға, яғни 488,26-дан 511,22-ге дейін әлсіреді. Бұл қазақстандықтардың жинақ ақшасына қалай әсер етті және зейнеткерлік үшін ақшаны қай жерде сақтауға болады? Қарашада және ағымдағы жылдың 11 айында кірістілік өсімі бойынша көшбасшы Халық Финанс акционерлік қоғамы болды. Ағымдағы жылдың қараша айында компания өз инвесторларына номиналды мәнде 3,13% және нақты мәнде 2,13%, бұл инфляцияны алып тастағанда табыс тапты. Нәтижесінде 2024 жылдың қаңтар-желтоқсан аралығында Халық Финанс акционерлік қоғамы басқаратын зейнетақы активтерінің кірістілігі 15,41% құрады. Үстіміздегі жылдың қаңтар-қараша айларында инфляция 7,6% құраса, нақты табыс 7,81% құрады. Халық Финанс кірісінің өсуінің негізгі факторы оның 2024 жылы басталған валюталық активтер портфелін ұлғайту бойынша жүйелі стратегиясы болды. 2024 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша клиенттерге есеп беру кездесуінде компания валюталық активтер үлесі 2 есеге өсіп, 32%-ды құрағанын хабарлады. Ағымдағы жылдың бірінші қарашасындағы жағдай бойынша валюталық активтердің үлесі 34,9%-ға жетті. Компания басшылығы зейнетақы активтерінің валюталық бөлігінің үлесін 50%-ға дейін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл ұзақ мерзімді жоспарлау көкжиегі кезінде клиенттер үшін валюталық тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік береді. Халық Финанс акционерлік қоғамы инвестицияның басым бөлігі Қазақстан үшін 57% және ақш Америка құрама штаттары үшін 33% эмитенттері шығарған құралдарға тиесілі. Активтердің басым бөлігі мемлекеттік, яғни 38%-ды, және қаржы 37% секторларының бағалы қағаздарына салынған. Бұл қаражаттардың жоғары сенімділігі мен қауіпсіздігін көрсетеді. Зейнетақыны болашақта өзінің болашағын жақсарту үшін түрлі құнды қағаздарға, құнды валюталық резервтерге салып жатқандар баршылық. Бұл болашақта өздерінің жақсы зейнетақымен қамтамасыз етудің төте жолы болып табылады. Зейнетақы активтерін басқарушылардың кірістілігі бойынша теңге әлсіреген қараша айының соңында үздік үштікке Халық Глобал 2,84% және Жусан Инвест 2,52% бойынша кірді. Олар үздік үштіктің ішінде тұр. Нақты мәнде инфляцияны алып тастағанда, оларға басқаруды сеніп тапсырған қазақстандықтар үшін сәйкесінше 1,84% және 1,52% табыс тапты. Бұл өте жақсы көрсеткіш болып табылады.